Баршаңызға сәлем достар. Бұл видеода сіздермен летний сад деп аталатын рулет рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті ингредиенттер: қант, ұн, бөлме температурасында тұрған жұмыртқа, сұйық май, разрыхлитель және смородина. Алдымен жұмыртқамызды миксерлеп бастаймыз. Жұмыртқамызды әппақ пышный болғанша миксерлейтін боламыз. Жұмыртқамыз әппақ пышный болғаннан кейін қантымызды әр минут сайын қоса отырып миксерлейтін боламыз. Одан соң сұйық майымызды қосып, миксердің ең азғантай мөлшеріне қойып, тағы да бір миксерлеп аламыз. Бізде жай ғана сұйық маймен араласса ғана болғаны. Одан соң құрғақ ингредиенттерімізді, яғни ұн мен қамыр қопсытқышымызды бір-біріне араластырып, массамызға аз-аздан қоса отырып, силиконды лопатамызбен астыдан үстіге қарай араластыратын боламыз. Міндетті түрде астыдан үстіге қарай араластырыңыз, себебі миксерлеуге болмайды, әйтпесе біздің қамырымыз басылып қалуы мүмкін. Бисквитті қамырымызды пергаментті қағазымыз төселген ыдысымызға салып, 170-180 градуста қызып тұрған пеште 10 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Менің противень тым үлкен болғандықтан фольганың көмегімен 30-35 см етіп қысқартып алдым. Егер де сіздің де пешіңіз сондай үлкен болса, солай жасап алсаңыз болады. Немесе үйіңізде асел пешіңіз болса, соның противені өте жақсы келіседі. Енді өзіңіздің пешіңіздің уақытына, қызуына, градусына қарай байланысты ыңғайластырып градусын қойсаңыз болады. Себебі әркімнің пеші әртүрлі қызатын болғандықтан, әркім өзінің пешін жақсы түсінеді деген ойдамын. Менің пешім тым жай қызатын болғандықтан, мен 180 градус аралығында 20 минуттай пісіретін боламын. Енді смородиналы начинкамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге смородина, қант және кукуруз крахмалы керек болады. Кукуруз крахмалын міндетті түрде қантымызға араластыратын боламыз. Және де орташа отқа замороженный смородинамызды салып, үстіне қантымыздың жарты бөлігін салып араластыратын боламыз. Одан соң тағы да жарты бөлігін салып, тағы да араластыратын боламыз. Міндетті түрде кукурузный крахмалды пайдаланыңыз, және де міндетті түрде қантымызға араластырып барып салыңыз. Себебі комок болып қалмауы үшін. Енді смородинамыз бір қайнаған соң оттан өшіріп, суытып аламыз. Суыған соң ситадан өткізіп алатын боламыз.
ситадан өткізіп, кондитерлік қабымызға салып, салқын жерге қойып, дайындап қоятын боламыз. Енді шоколадты ганажымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге таза калибаут шоколады керек болады, немесе таза итальянский шоколадын қолдансаңыз болады. Яғни құрамы таза болуы керек. Ыстық сливкимізді шоколадымыздың үстіне қосып, жақсылап араластырып қоямыз. Яғни сливкимізді қайнатпаймыз, тек ысыса ғана болғаны, себебі біздің шоколадымызды ерітсек қана болды. Біркелкі болғанша араластырып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа салқындауға қойып қоятын боламыз. Дайын бисквитімізді рулеттің формасына келтіріп, орап, оны толықтай суытып қоямыз. Енді кремімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін біздің ыдысымыз құрғақ болуы қажет, және де сливкиміз -2-3 градуста тұрған салқын болып тұруы қажет. Сливкиміз кішкене қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Қоюланып бастаған кезде қантты ұнтағымызды қосып, тағы да миксерлейтін боламыз. Одан соң творожный сырымызды қосып, тағы да қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Креміміз әбден қоюланған соң, шоколадты ганажымызды қосып, тағы да әбден қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Кремімізге шоколадты ганаж қосылғандықтан өте дәмді, нәзік болып шығатын болады. Кішкене қоюланған соң, дайын сиропымызды құятын боламыз. Сироптың барлығын құймаймыз, яғни мен аз ғана бөлігін ғана кремге қосатын боламын. Қалған бөлігін бисквиттің ортасына начинка ретінде қосатын боламын. Бисквитімізді жаймен ақырын ғана ашатын боламыз. Яғни абайлаңыз, қатты бисквитімізді жыртып алмаңыз. Егер аз ғана трещина болатын болса, ол ештеңе етпейді. Бастысы біздің қамырымыз қатты жыртылып, бөлініп қалмауы қажет. Бисквитімізді ысылай орағандықтан осылай кішкене жабысатын болады. Және де бұл летний сад рулеті өте ең нәзік рулеттердің бірі болып саналады. Және начинкаларымызды дәл видеодағыдай салып шығатын боламыз.
кремнің аз ғана бөлігін оформлениеге алып қоятын боламын. Яғни сіз де солай жасасаңыз болады. Дайын рулетімізді дастарханға қоймас бұрын немесе клиентімізге бермес бұрын екі шетін кесіп алатын боламыз. Оформлениеде мен сізге жай ғана бір түрін ғана көрсететін боламын. Сіз өзіңіздің қалауыңызға қарай оформление жасасаңыз болады. Оформлениенің неше түрісі өте әдемі, неше түрлі дүниелер шығаруға болады. Яғни өзіңіздің қалауыңызға қарай жасасаңыз болады. Және дайын рулетімізді тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып қойыңыз. Бұл летний сад рулеті өте нәзік рулет және дәмді рулет. Яғни креміне шоколадты ганаш қосылғандықтан және смородинаның сиробы қосылғандықтан өте дәмді, ерекше болып шығады. Міндетті түрде бұл рулетті дайындап көруге кеңес беремін. Және ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге бұл білім қайырлы болсын және сіздерге тек сәттілік тілеймін.